Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Төлеутемирова Алина Азаматқызы. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы дәруменнің пайдасы. Бүгінгі сабақта сен жеміс-жидектер мен көкөністерді ажыратуды, сурет бойынша әңгімелеуді үйренесің. Жаңа сөздері пайдалы, ағза, дәрумен, табиғи. Ал енді балалар, өткен сабақты есімізге түсірейік. Мезгілді білдіретін сөздер қашан деген сұраққа жауап береді. Қазір дәрігерге барамын. Шақтық мағына өткен іс-әрекетті білдіреді. Көзім ауырды, құлағым ауырды, дәрігер кеңес берді. Балалар, мәтінді тыңдайық. Жемістер бақта өседі, көкөністер бақшада өседі. Жемістердің түрлері алма, алмұрт, шие. Ал сәбіз, картоп, қызанақ, қызылша көкөністерге жатады. Ал енді сұрақтарға жауап бер. Жемістер қайда өседі? Ойланып көрелік. Дұрыс. Жемістер бақта өседі. Көкөністер қайда өседі? Бәрекелді, көкөністер бақта өседі. Қандай жемістерді білесің? Алма, алмұрт, шие және де тағы да басқалары. Қандай көкөністерді білесің? Иә, сәбіз, картоп, қызанақ, қызылша және де тағы да басқалары. Қанекей балалар, бірге оқиық. Адам ағзасына табиғи дәрумендердің пайдасы мол. Табиғи дәрумен дегеніміз жеміс-жидектер, көкөністер. Қызанақ, алма, шие, сәбізде А дәрумені көп. Қызылша мен қызанақта Б дәрумені бар. Қазақ халқының сүт тағамдары дәрумендерге өте бай. Қымызда С дәрумені бар. Адам ағзасына қандай дәрумендер пайдалы? Ойланып көріңдер. Жарайсың, табиғи дәрумендер. Табиғи дәрумен неде көп? Иә, жемістер мен көкөністерде. Қымызда қандай дәрумен бар? Дұрыс, С дәрумені бар. Балалар, біліп алыңдар. Меншіктік мағына дегеніміз дәрігердің кеңесі, дәруменнің пайдасы, дәруменнің денсаулыққа пайдасы деп айтуға болады. Ал енді суреттерге қарап көр. Өз ойында айт. Қандай жемістерде саған қажет дәрумендер бар деп ойлайсың? Иә, барлық жемістер бізге пайдалы. Атап кетсек, А дәрумені шашқа, Б дәрумені көзге, С дәрумені тіске пайдалы. Балалар, дәптерлеріне сөйлемді толықтырып жазайық. Жазып болсақ тексеріп көрерік. А дәрумені алмада, шиеде, сәбізде көп. Б дәрумені қызанақта, қызылшада көп. С дәрумені лимонда, апельсинде көп. Жарайсыңдар. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Жеміс-жидектер мен көкөністерді ажыратыңдар. Сурет бойынша әңгімелеуді үйрендік. Ал енді балалар, үйге тапсырма. Дәруменнің пайдасы туралы мәтін құрастырып дәптерге жазыңдар. Жарайсыңдар. Сау болыңдар.